Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен шакшука тағамын дайындайтын боламыз. Бұл асты таңғы асқа, түскі асқа дайындап көрсеңіздер болады, өте дәмді болып шығады. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен пияз бен болгар бұрышын осылай ұсақтап турап аламыз. Кейіннен қызанақты ортасына бөліп, чөркіден өткіземіз. Қызанақты осылай чөркіден өткізіп, сыртындағы қабығын алып тастаймыз. Қызып тұрған майдың үстіне ұсақтап туралған пиязымызды және болгар бұрышын қосып, жақсылап қуырып аламыз. Үстіне чөркіден өткізілген қызанағымызды қосып, тағы да араластырып аламыз. Үстіне дәміне қарай тұз және қызанақтың қышқылын басу үшін құмшекер қосып жібереміз. Оттың астын ең жайына қойып, үстіне жұмыртқаны жарамыз. Ең жай отта 5-6 минуттай бетін жауып пісіріп аламыз. Піскен соң өз қалауларыңыз бойынша укроп петрушканы турап пісірсеңіздер болады. Осымен шакшука тағамы дайын болды, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, таңғы асқа, түскі асқа өте керемет үйлеседі. Видеом ұнаса лайк басып, арнама жазылып кетуді ұмытпаңыздар.